Қалайсыңдар? Андай жарға тұрмай тұрып сөйлемей қояйын. Мұндай лайв форматта тоже бірдеңе айтқым келіп тұр. Страх туралы, да? Ең басында біз любой нәрсе бастаған кезде, курсқа жазылған кезде, жаңа бір нәрсе істеген кезде всегда бізде бір страх болады, да? Допустим, курсқа жазылған кезде сен қорқасың, что типа ақшаны аттамадан қорқасың, немесе басқа адамдар мынандай ғой, егер любой бір курсқа жазылсаң, сен да бизнес школаға біріне қатысаң, бірінші күн барып келесің, сенен сразу не деп сұрайды? Что там, миллион таптың ба, миллионерсің ба, миллион қайда, все байып кеттің ба, деп айтады. Сразу сөйтіп айтады, тумаларың болсын, туысқандарың болсын, олар жаман деп айтады. Просто со стороны вообще қоршаған вообще сенің әлемнен сондай давкалар, сондай сөздер, сондай вопростар үшін давление болады сырттан. Да, ол очевидно нәрсе, да? Кейбір адамдар содан қорқуы мүмкін. Мен курсқа жазылсам, сосын басқалар біліп қалса, мен курсқа оқып жатқанымда, мен черт деп ойлайды, мен лох деп ойлайды. Допустим, или біреудің менторына жазылса, ой, сен соған сұрап жатсың ба, не қуасың ба, өзің істейсің, сен де өзің білесің ғой деген сияқты көп әңгімелер айтады. Да, онда сондай сұрақтан қорқуы мүмкін, да, басқа біреудің алдында төмен түсіп қалу деген сияқты ше. И сондай нәрселер көп айтылады. И любой бастамада всегда бізде қорқыныш болады, да? Қалай болады, анау болады деген сияқты ше. Бірақ қараңдаршы, мен байқағаным, адамдар не нәрседен қорқады, да? Қараңдар. Адамдар, допустим, мен өзім кейде бүйтіп қорқам. Бүкіл басында болған шығар ол нәрсе. Біз қорқамыз неден? А вдруг, если мен проект атпай қалса ше? Вдруг мен осылай жасасам, болмай қалса ше? А вдруг мен қазір ана проект жасап көремін, бете-бете таргет жүріп көремін, атпай қалса ше? Ақша бостан-бос кетіп қалса ше? Деп қорқамыз, да? Сен де сөйтіп қорқуың мүмкінсің, да? Допустим, бір проект бастасам, бір бизнес бастасам, товар алып қойсам, болмай қалса ше деп қорқамыз, да? Сөйтіп қорқамыз ғой біз. Бірақ біз неден қорықпаймыз, қараңдаршы? Біз қорықпаймыз. Бүйтеді, мы боимся, да? От убытков наших действий, да? Содан қорқамыз, да? Біз, допустим, бір нәрсе жасап қойдық, бір действие жасадық, одан убыток болады. Бір нәрсе жасадық, одан шығын болды, да? Бір нәрсе жасап қойдық, таргет жібердік, атпай қалды, бірақ бір нәрсе көрдік. Біз сол әрекеттің убыткысынан, яғни соның последствиясынан қорқамыз. Бірақ біз неден қорықпаймыз? Біз қорықпаймыз. Если мен осы өмірім осылай жалғаса берсе ше, менің бездействиемнен қандай последствия болады деп қорықпаймыз, түсіндіңдер ме? Біз содан қорықпаймыз. Мен бір нәрсе жасасақ, осындай болмай қалса ше деп. Біз, прикиньте, негізі іс-әрекет действие деген нәрсе ғой. Действие жасасаң, сол кезде результат болады. Бірақ сол үшін біз действие жасамаймыз, потому что біз действие жасағанның әсерінен қорқамыз. Бірақ біз қорықпаймыз, что біз осылай жүре берсек, мен өмірім осылай кете берсе, осында ағымен жүре берсем, ештеңе жасап көрмесем, болса істеп көрмесем, не болатынын ойламаймыз да? Одан қорықпаймыз. Біз қорқамыз просто. Бүйтіп жасап көрсем ше, бүйтіп жасап көрсем, одан наоборот қорықпау керек қой. А біз наоборот, осылай өмірім жалғаса берсе ше, деген сияқты сұрақты қойып, өзіміздің өмірімізді представлять етіп, одан қорықпаймыз. Түсіндіңдер ғой да? Оказывается, біз сол нәрседен сұрамаймыз өзімізден. Біз всегда ойлаймыз, бүйтіп істеп қойсам болмай қалса ше, бүйтіп істеп қойсам болмай қалса ше. Наоборот, сен істеп жатсың ба, істеу керек. Потому что істемей ол нәрсе болмайды. А біз нам легче істемеуге. Біз бірақ істемеген кездегі өмірімізді представлять етпейміз. Допустим, осылай жүре беремін мен, да, осылай ештеңе ойламаймын, өмірдің ағысымен жүре беремін, бетем. Ештеңе өмірімде өзгертпеуге тырыспаймын вообще. Просто жүре беремін. Мынақа шақырады, жұмыс істеймін, мынақа барады, жұмыс істеймін, мынаған айлыққа жұмысқа барып келемін, бетем, сөйтіп жүре беремін. Ешқандай действие бар, анда тупо жасап жүрген, но изменений жоқ. Потому что біз фокусты іс-әрекет жасағандағы последствияға емес, біз осы өмірім осылай жалғаса берсеге последствия қоймаймыз да. Соған қойып көріңдер, и өмірлерің қандай суретте вообще бейнеленеді, соның барлығын өздеріңе сұрақ көріңдер, фокусты соған қойыңдар. Мен осылай өмір жалғаса берсе, не болады деп. Все, давайте, дамыңдар, даму тоқтатпаңдар.